құранға деген махаббат ашылып бастады. Құран жаттасам екен, құран бітірсем екен деген бір қызығушылық болды. Әрбір қари яғни хафиз ба, немесе керісінше әрбір хафизді қари деп атай аламыз ба? 2 айдың ішінде 19 параны бітіріп шықтық сол жерде отырып. Оған біз қалай көз жеткіземіз? Оның бір құжаты бола ма? Құранды жаттап бітіру бұл мәреге жету емес. Қырағатты диалект деп айта аламыз ба? Сол бетті сүрке түсіріп алған секілді боламын. Құран үйрету үшін толыққанды Құранды жаттаған болу керек пе, әлде 500-де жат болады, 1000-да мүлік болады деп. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Халифа Алтай мешітінің рухани әңгіме подкастына қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімеміз қасиетті Құранға, оны жаттау жолына, оң қырағат іліміне және де қасиетті Құранмен өмір сүру рухани жолына арналмақ. Бүгінгі қонағымыз Халифа Алтай мешітінің ұстазы, қари, хафиз, ақида ілімінің маманы Әділбек Сағынтайұлы ұстаз. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош көрдіңіз. Ендеше әңгімемізді өзіңіздің Құран жаттау жолыңыздан бастасақ, бұл жолға қалай келдіңіз жалпы, ұстаз? Жалпы ең алғаш мектеп оқып жүрген кезімізде 6-шы сыныптар кезі болу керек. Сол жылдарда ауылымызда жастар дінге көп келе бастады. Солардың қатарында мен мектепте бірге оқыған сыныптастарым намазға шақырды, бірге оқуға шақырды. Солармен бірге намаз бастап, намаз оқып жүрдік. Сол бұрынғы біздің алашиялар секілді ең алғаш осы ілімді ауыл молдадан алдық. Ал имамдардан ілім алдық. Содан кейін ауылымызға медреседен әртүрлі шәкірттерге практика өтетін. Солардың қолдарында жүріп Құран жаттап бастадық, әліппе жаттап бастадық. Содан соларға қызығып, мен де медресеге түссем деген бір ой келді. Солармен бірге келісіп, кейіннен Астана медресесіне оқуға түстік. Мектепті 11-де бітірдік, кейіннен медресеге оқуға түстік. Сол медреседе жүрген кезімізде Құранға деген махаббат ашылып бастады. Құран жаттасам екен, құран бітірсем екен деген бір қызығушылық болды. Кейін медресені бітіргеннен кейін Мысырға бардық оқуға. Сол Мысырда жүрген кезімізде ең қатты әсер еткен нәрсе сол жақтағы жас кішкентай балалардың Құран жаттағандары еді. 5 жаста, 6 жаста балдар, 10 жаста балдар Құранды бітіріп қойған, жаттап жүрген балдар соған қатты қызығып, мен де бітірсем екен деп, сол сәттен бастап өзімді қолға алып, Құранды сол кезден бастап өте аз уақытта бітіріп шықтық сол жерде Құран. Қанша уақытта болжамау? Жыл, ай? Жалпы ең алғаш медресе оқып жүрген кезімізде 3 жылда 3 пара бекітілген жүйе бар. Жылда 1 парады жаттап отыратынбыз. Медреседе 3 пара жаттап шықтық. Кейін Мысырға барғаннан кейін Мысырда жүріп, күнделікті әдетім бойынша таң намазды мешітке шығамыз, мешітте отырып, 1 бет, 2 бет жаттаймын күнделікті. Сонымен 1 жылда жүріп 8 пара жаттағам. Сосын медреседе 3 пара бар, қосылған 8 пара бар. 11 пара болды. Қалған 19 параны хожа әдісімен, яғни бөлмеде отыру әдісімен отырып жаттадық. 2 айдың ішінде 19 параны бітіріп шықтық сол жерде отырып. 2 айдың ішінде? 2 айдың ішінде болды. Машалла, керемет. Енді Құранды толық жаттап, алғашқы жаттап біткен кезіңізде қуаныш басым болды ма, әлде бір жауапкершілік болды ма, қорқыныш болды ма, ұмытқасам қалай болады деген сияқты? Әрине, бірінші қуаныш болады. Енді қанша жылдық, қанша уақыт арман, қанша еңбектің нәтижесін, жемісін көресің, қуанасың. Бірақ одан да басым ауырақ сезім бар, аманат деген. Онда аманат жүктелді, мен қалай сақтаймын, қалай жеткіземін, қалай ұстап жүремін дегенде ол да үлкен бір аманат сезім болды. Бірақ осындай сәттерде ұстаздың айтқан өсиеттері бар. Құранды жаттап бітіру бұл мәреге жету емес, бәлки нағыз жолдың енді басталуы деп айтатын. Құран жолы енді басталды деп. Машалла. Енді ұстаз, біз қареке деп жатамыз, қари деп жатамыз ғой. Осы қари мен хафиздің айырмашылығын кейбір кезде түсінбей жатамыз ба, әлде шатастырып жатамыз ба? Әрбір қари яғни хафиз ба, немесе керісінше әрбір хафизді қари деп атай аламыз ба? Екеуінің ара жігін ажыратып берсеңіз. Жалпы егерде бірінші тілдік мағына қарайтын болсақ, тіл өзіне қарасақ, қари сөзі оқу деп мағынада еді, оқу. Ал хафиз бұл жаттаған адам айтады. Ал енді терминдік қолданыстарында бұл негізі Құран жаттаған кезде біз қари сөзін қолданамыз. Құран жаттаушыға қари сөзі қолданады. Ал хафиз сөзі бұл көп жағдайда хадис мамандарына қолданады. Хадис жаттаған кісілерге. Мысалы ретінде Хафиз ибн Хаджар деп айтамыз мысалы ретінде. Ибн Хаджар ас-Қалани, бұл хадис саласында ең үлкен майталман.
хадис ғалымдарының имамы деп аталады. Сол кісі бізде хафиз атағы берілді. Бұл негізі айырмашылығы ол қариды құрандарға қолдансақ, хафизді біз мұхаддис ғалымдарға қолданамыз. Машалла. Ал мысалы бізде құранды толық жаттағандар кейбір кезде хафиз деп жатады, себебі құранды сақтап жүр деген мағынада. Ал енді мысалға бір толық жаттаған адамды хафиз десек, ал 10 қырағатты толығымен жаттаған адамды да онда 10 қырағат иесі деп атаймыз ба, әлде хафиз деп кете береді ме, ара жігін қалай ажыратып айтамыз? Егер де құран толық жаттаған адамға хафиз деп айтсақ, айтуға болады әрине, тек тілдік мағынада, құран жаттап жүр, сақтап жүр деп тілдік мағынасында қолдансақ болады айтуға. Ал терминдік негізі мақсатында ол қари деп қолданған дұрысырақ болады. Кезінде ғалымдардың бәрі өткен солай қолданып келді. Мысалы мулла али қари деген секілді, олар ғалымдарға солай құран жаттаушыларға қари сөзді қолданған дұрысырақ болады. Ал хафиз деп тек сол хадисті жаттағандарға қолданған дұрыс. Ал егер де тек тілдік мағынада қолданамын деп айтса, бұл кісі құран жаттап жүр, сақтап жүр деп сол тілдік мағынада меңзеп тұрған болсақ, оны хафизді қолдануға болады. Ал бір қырағат жаттаған болсын, ол 10 қырағат жаттаған болсын, ол бәріне қари деп айта береміз. Бір 10 қырағаттарға 10 қырағат жаттаған қари, 10 қырағат иесі деп айтсақ болады. Машалла. Ратес. Бізде әдебиеттерде келеді ғой қары деп. Осы қари сөзінен шыққан ғой, яғни. Қари сөзінен шыққан. Қари сөзінен. Машалла. Енді қареке бұл қырағаттың ара жігін, бұл қырағатты түсіндіріп беру үшін бір аятты бір екі мысалмен оқып көрсетіп бере аласыз ба? Мысал ретінде Бақара сүресінде мына аятты алуға болады. 37 аятында былай деп келеді: «Фаталақа Адам мин раббихи калиматин фатаба алейхи» деп. Бұл бізде Хафс риуаят бойынша оқылатын жолы. Екінші бізде Ибн Касир деген қырағат бар. Сол жерде былай деп келеді: «Фаталақа Адама мин раббихи калиматун» деп келеді. Енді бір жерде Адама, екіншіде Адаму деп оқылады. Мағынасына кетсек, біздің Хафстың оқуы бойынша Асым қырағатында адам Раббыс тарапынан сөздерді қабыл алды, сөйтіп тәубе етті деген мағына келді. Ал Ибн Касирдің қырағаты бойынша адамға сөздер ұсынылды, адамға сөздер келді деген мағына оқылады. Оқылуында әртүрлі болғанмен түбір мағынасы бір мағына білдіреді. Фаталақа Адама мин рабби калиматун. Адамға бір сөздер келді. Адам алейхиссаламға сөздер келді деп оқылады. Негізі оқылу әртүрлі болғанмен түпкі мағынасы бір нәрсе меңзеп тұрады. Енді жалпақ тілмен қареке осы қырағатты диалект деп айта аламыз ба? Жалпы бұл жерде осы қырағаттар арасында айырмашылықтарға келген кезде бізде имам Жазари деген кісі бар, рахимахулла. Бұл кісі жалпы қырағаттың айырмашылықтарын 7-ге бөлген. 7 айырмашылыққа қарастырады. Ең бірінші айырмашылық осы диалектке қарайды. Диалектке байланысты айырмашылықтар бар. Мысалы біз қазақ тіліндегі диалект секілді бір жерде мысалы а айтсақ, екіншіде ә қылып айтады. Мысалы біз тамақ деп айтамыз, басқа өңірлерде ол тамақ деп айтады, ә қылып айтады. Тура сол секілді Құранда да сондай бар. Араб тайпалары өзінің сондай тілдер бар. Мысалы фатханың 3 түрлі қылып айтады, 3 тайпасында. Бір жерге фатха анық айтамыз, вал-духа деп айтамыз. Екінші тайпаларда вал-духа деп айтады. Кішкене фатха мен кәсірдің ортасын ұстайды. Бірақ фатха жақынырақ болады. Үшінші диалект бойынша вал-духи деп кәсірға жақынырақ қылып ұстайды. Бұл диалектке байланысты бір айырмашылық болады. Бір құран жаттаған қариға осы 10 қырағатты меңгеру міндет санала ма, әлде меңгергені абзал ма? Әрине, жалпы бұл құран жаттау өте бір үлкен дәреже, мәртебе, және ол толыққанды жаттап жатқан болса, 10 қырағатты меңгеріп жатқан болса, нұр үстіне нұр. Бірақ та оған міндеттің осыны жаста деп ешкім мәжбүрлемейді, міндетті емес. Бұл абзал саналатын амалдардың қатарынан. Ал мысалға бір қарекені алайық. Бір қари құран жаттаған, сол құран жаттауымен танылған. Ол адам 10 қырағатты меңгерген десе, оған біз қалай көз жеткіземіз? Оның бір құжаты бола ма растайтын дегендей? Жалпы бізде ислам дінінде ең маңызды бір істердің бірі бар. Бұл бізде ижаза деп аталады, яғни тізбек. Жалпы ижаза дегеніміз ұстаздан рұқсат алу. Яғни ұстаз өзінің шәкіртіне сен осы саланы меңгердің, осы дәрісті меңгердің, сен өзіне кейін жеткізсең болады деп рұқсатын береді. Осы рұқсат беруді біз ижаза деп айтамыз. Негізі кезінде осылай дәріс беруші тек қана ижаза рұқсат барлығы ғана береді. Бірақ біздің заманымызда адам тапшылығы бар,
жетіспеушілік себепті, ілімді адамдардың кадрлар жетіспеуші себепті кез келген ижаза болмаса да адамдар дәріс бере алады. Ал кезіндегі заманда солай еді, тек қана кім рұқсат алады ұстаздан, сол ғана дәріс беретін. Ал ол ұстаз дәл солай өзінің ұстазынан рұқсат алған. Ол ұстаз өзінің ұстазынан рұқсат алған. Солай тізбек барып үзілместен пайғамбарға дейін тіреледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды тікелей Жәбірил періштеден алды, Жәбірил періште Аллахтан алды. Солай Аллах пен осы адам арасында үзілмейтін тізбек болады. Сол тізбекте қазіргі таңда бізде не бар? Қағаз түрінде басып шығарады. Біз соны ижаза деп қол қоса береміз. Кім жаттаған болса, ұстаздың рұқсатын алған болса, ижазаны алған болса, қағаз түрінде көрсетеді сол нәрсені. Яғни ол құжат. Құжат, иә. Машалла, керемет. Енді Құран сияқты осылай ижазамен, тізбекпен, иснатпен келетін басқадай бір кітап жоқ шығар. Елімізде енді қарилар шүкір қазір көбеюде. Енді ұстаз сол қарекелердің арасында 10 қырағатты толық меңгерген немесе бірнеше қырағатты меңгерген хафиз қарилардың саны көп па бізде? Жалпы қазіргі таңда 10 қырағат толық меңгергендер саны өте аз негізі Қазақстан бойынша. Жалпы бізде 10 қырағатты екіге бөліп қарастырамыз. Үлкен 10 қырағат және кіші 10 қырағат деп бөлеміз. Сол үлкен 10 қырағатты меңгерген Қазақстан бойынша менің білуімше тек жалғыз ғана адам бар. Ол қазір Абдужаппар ұстазымыздың баласы, Зайнул Абидин деген ұстазымыз бар. Сол кісі үлкен және кіші меңгерген. Ал одан қалғандары тек кіші 10 қырағатты меңгергендер. Қазіргі таңда бір 10-ға жетер-жетпес қарилар бар 10 қырағат меңгерген. Ал жалпы одан аз бірнеше қырағат меңгергендер өте көп. Бірнеше адамдар бар. 5 қырағат меңгерген, 4 қырағат меңгерген, немесе 6-7 қырағат меңгергендер Қазақстан бойынша біраз қарилар бар. Керемет, машалла. Ұстаз, мысал онлайн түрде ижаза тапсыру дейді. Оған қалай қарайсыз? Қазіргі енді дамыған заман ғой. Бұрынғыдағыдай басқа елге барып, шейхтің алдына отырып міндетті түрде тапсыру деген мәселе емес. Қазір әлеуметтік желі бар дегендей, интернет бар. Жалпы егер мүмкіндігі бар адамдарға ұстаздың алдында отырған жақсырақ болады. Ұстаздың алдында отырып тапсырған мүлдем басқаша болады. Ал егер кей жағдайлар осы себептерге байланысты болсын, егер қашықтықтан интернетпен тапсырып жатқан болса, ол да болады рұқсат. Мен де кейбір қырағаттарымды, кейбір Құранды тапсырулар онлайн түрде өткен. Ұстаздың алдында онлайн видеоны қосып, кейде аудиомен де тапсырған сәттер болады. Ол сол кезеңдегі жағдайларға байланысты рұқсат етіледі деп ойлаймын. Машалла, керемет. Енді қареке қазіргі таңда Құран үйрену мәселесінде көптеген әлеуметтік желілерде жаңағыдай неше түрлі educationдар бар, сондай курстар бар үйрететін. Осы мәселеде Құранды үйрете алу үшін ұстаздың білім деңгейі қандай болу керек? Міндетті түрде Құран үйрету үшін толыққанды Құранды жаттаған болу керек пе, әлде белгілі бір тәжвид ережелерін меңгерген болу керек пе? Сол жайында айта кетсеңіз. Иә, қазіргі таңда Құран үйретушілер негізі өте мұқтажбыз Құран үйретушілерге. Сол себепті белгілі бір деңгейге жеткен болса, ол адам толық жаттамаса да егер Құранды белгілі деңгейге жетіп, басқаларға үйрете алатын деңгейде болса, онда үйретсе болады. Және де жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, кезінде ижаза беруші еді, рұқсат беруші еді дәріс беру үшін. Бірақ қазіргі таңда адамның саны жетіспеушілігіне байланысты, тағы да ілімді адамдардың аз болуына байланысты белгілі бір деңгейге келсе де, тәжвид толық меңгеріп, әріптер махраждарын, сифаттарын толық меңгерген болса, ол сабақ берсе болады. Енді ондай ұстаздарды мысалға хойрукум мен таалламал Құр'ан ва аллама, яғни сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп өзгелерге үйреткендерің дегенге жатқыза аламыз ба? Яғни ол адамдардың артынан қайтқан кезде, о дүниелік болған кезде, мысалға бақилық болған кезде артынан шәкірттерінің ары қарай Құранды жалғастырып үйрету арқылы сауабы барып тұрады дегенге ақидада қаншалықты, қай дәрежеде айтылады осы мәселеде? Иә, әрине, егер де бір қандай да бір ұстаз өзін шәкірт тәрбиелеп сабақ беріп кеткен болса, пайғамбарымыздың хадисі бар, саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кімде-кім бір жақсылыққа жол көрсеткен болса, нұсқаған болса, сол артынан істегендерден, қияметке дейін істегендердің сауаптарын алып тұрады деген. Немесе екінші бір хадис бар, адам басы қайтыс болған кезде амалдан бәрі тоқтайды, 3 амалдан басқасы деп айтты. Соның бірінде егер артынан пайда ілім қалдырса деді, шәкірт тәрбиелеуде жатады соған.
құран үйретті, басқа ілім берді, кітап қалдырды, кітап жазды, оның баршасы артынан сауап болып бара береді. Егер ол құранды толық бітірмей өзінің үйренген мөлшерінде басқа үйретіп кеткен болса да, соның баршасын сауабын ала береді. Қияметке қанша адам сол арқылы адам үйренді, баршасының сауабы тікелей ала береді. Иншалла. Енді бізде ұстаз мынандай мәселе бар да, көбінесе ілім жолында Ибн Хаджар Асқаланиді мысалға келтіреді ғой. Осы Құран жаттау мәселесінде адамның дарыны, туа біткен қабілеті бірінші кезекте рөл ойнайды ма, әлде адамның есте сақтау қабілеті сәл нашар болса да, бірақ талпынысы, сол жердегі тәртіп, тұрақтылық бірінші кезекте ме? Өте жақсы сұрақ. Негізі қабілет ол да бір орны бар, ерекше бір маңызды амалдан бір десек болады негізі. Бірақ та бір нәтиже көрсету үшін, жетістікке жету үшін ол қабілет кейде жеткіліксіз болып қалады. Өйткені қанша қабілет адамдар бар, жаттай алмайды. Өйткені тұрақтылық деген нәрсе одан басымырақ тұрады. Қашан адам тұрақты болады, сол кезде ғана бір нәтиже көрсете алады. Қаншалық қабілетті болса да, ол қабілет тек қана алғашы бастау кезде ғана, бастапқы деңгейде көп жәрдемдеседі. Бірақ соңғы нәтижеге жететіндер ол жаңа қабілеттер емес, бәлки тұрақты болғандар, үздіксіз әрекет жасағандар ғана. Қабілеті төмен, бірақ үздіксіз әрекет қылатындар солар нәтиже көрсетеді. Енді мысалға Қареке, Құран жаттағысы келетін адамдарға қатысты бізде енді көп тәсілдер бар ғой. Орта азиялық тәсіл деп жатады, жаңағындай санақ деп жатады, кейіннен пәкістандық еске сақтау жаңағы тәсіл дейді. Одан кейін мароккалық лаух деп тақтаға жазып еске жазады ғой, еске сақтауға. Сондай тәсілдерден қандай тағы да қосымша тәсілдер бар? Сіз өзіңіз нені ұсынар едіңіз? Өзіңіз қалай жаттадыңыз? Жалпы менде тағы бір осыған қосатын бір әдіс бар. Бұл Түркия елінде көп қолданылады. Яғни әр паралардың соңғы беттеріне бастап жаттау. Бүгін мысалы бірінші параның соңғы бетін жаттап қояды, ертең екінші параның соңғы бетін жаттайды, әр параның соңғы бетін жаттап Құранды айналдырып отырады. Әр айналып өткен сайын жаңадан бет қосылып, артымен қайталанып отырады. Жалпы мен өзім ұсынатын әдісім санаққа салуды жақсырақ деп көремін. Мысалы қалай жаттаған болса, бірінші санаққа салатын болса, сол нәрсе жақсырақ көп көмектеседі. Енді аз дегенде, жоқ дегенде, әр бетке 100 санақ салып отқан болса, өте жақсы амал. Егер де оны 1000-ға толтырса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Әр бетті 1000 бет оқып шыққан болса, немесе 100-ден айналдырып 100 мәрте оқып шыққан болса, сол нұр үстіне нұр болар еді. Өте мықты жатталады. Біз жалпы қазақтарда айтады, 500-де жат болады, 1000-да мүлік болады деп. 500 рет қайталаған болса, ол жатталады мықты. Ал 1000 рет қайталанған болса, ол сенің мүлкің сияқты болып қалады, ұмытылмайды. Тасқа қашап жатқан секілді болады деп. Сондықтан мен ұсынатын әдісім ол санаққа салуды ұсынар едім. Машалла. Бір ақсақал атамыз бар ғой, ауғандық 5000 санаққа салған деген сияқты. Сол сияқты ма? Керемет. Енді ұстаз, әр адамның қабілеті әр түрлі ғой. Бір адам жаңағындай есте сақтау қабілеті жақсы, бір адамдар болады, көзбен көріп, бірнеше рет қарап, Құран жауып қойып жаттап алады, сөйтіп қайталай береді. Bir адам естіп жаттағанды жақсы көреді дегендей. Енді ол адамдардың барлығына әмбебап кете береді ме бұл санақ деген? Санаққа салу бүкіл адамға негізі жақсы бірдей әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы естіп жаттайтын адамдар да санаққа салатын болса тез жаттайды. Немесе ол қабілеті әлсіз адамдарда санақ көп салса, ол да жаттауға көмектеседі. Содан әр адамға да осы жаттау кезінде санаққа салу ұсынамын. Ол памяті қандай болса да, мықты жаттайтын адам болса да, памяті әлсіз адам болса да, мен оларға сол санаққа салу ұсынар едім бәріне. Санақ демекші, санақтан бөлек, мысалы бос уақытта қазір енді құлаққаппен, телефон арқылы қос қойып, тыңдап жүріп қайталау, сол тәсіл, сол әдіс қаншалықты тиімді? Біз айтамыз, слух деп айтып жатырмыз, слухпен жаттау ол да негізі кей жағдайларда пайдасын әсерін тигізеді. Мысалы сондай адамдарды кездестірдік, кейде естідік, көз көрмейтін адамдар бар, солар есту арқылы жаттағандар бар. Мен де өзімде сондай нәрселер өтті кезінде, медресе оқып жүрген кездерімде осының кейбір аяттарды, кейбір сүрелерді
осы естумен жаттадық. Мысалы осы аудионы қосып қоямыз, тыңдап жүреміз үнемі, артынан қайталап отырамыз ести қалған жерден, солай жатталды. Ол да негізі естумен де жаттау өз кезегінде бір әсерін пайдасын тигізеді. Машалла. Ұстаз, мұсхафқа қатысты, Құран баспаларына қатысты бізде енді бұйырса қазақстандық Құран баспасы қолға алынып жатыр ғой. Әзірге енді бахрейндік, мединалық әртүрлі түркше баспалар бар. Хафиз, болашақ қари Құран жаттау барысында бір мұсхафпен жаттау ол шарт па, әлде қай жерде отырса, қай жерде жүрсе де әртүрлі мұсхафпен жаттай беруге болады ма? Менің ұсынарым бұл жерде бір адамның жеке басында өзі бір арнайы бір Құран болса деймін, Құран жаттайтын кезде. Ал жай оқу үшін, қайталау үшін болса, кез келген Құран болады, бірақ жаттау кезінде арнайы бір Құранды ұстап жүргені абзал болады. Өйткені ұстаз арасында бір ескертулер жазу мүмкін, қатесін белгілеп беру мүмкін. Сол қате белгілеген кезде, ертең алдағы уақытта қайталаған кезде, сол қате еске түсіп, сол көрген жерден соны дұрыстап отыруға көп көмектеседі. Сондықтан әр адамда бір Құран болғандығы абзал. Бірақ ол шарт емес, бірақ абзалдық жағынан осы бір Құранмен шектелген жақсы. Кей адамдардың енді есте сақтау қабілеті жақсы ғой, тез жаттап алады. Тез жаттап алады, бірақ жаңағындай бір нақты бір санаққа жеткізбейді. Бір бетті 30 рет оқып жаттауы мүмкін, келесін 50-100 рет. Ал кей адам қиналады да, көп оқи береді, бірақ жақсы сақталады басында. Енді бұл жерде есте сақтау қабілеті де қаншалықты мықты болса да, бірақ нақты бір санға жеткізу шарт па? Жалпы адам баласы араб тілінде инсан деп айтамыз ғой. Сол инсан түбірі бұл жерде көбінесе нисан сөзінен шығады деп айтады. Нисан ұмытшақ деп мағынада. Адам қаншалықты мықты болса да, уақыт өте келе кейде ол ұмытады бәрібір. Тіпті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Ол Құранның ұмытылуы түйенің босап қашып кетуінен де жыламырақ болады деген мағынада хадис бар. Сондықтан ол қаншалықты мықты жаттаған болса да, ол бәрі ұмытылады. Сондықтан мүмкіндігінше ол адам санаққа салған дұрыс деп ойлаймын. Қаншалықты памяті мықты болған болса да, санаққа салып үнемі қайталап жүру керек, үнемі санақта салып жүру керек. Осы Құран жаттау барысында ұстаз, араб тілін үйренген абзалдығы қаншалықты? Және де мысалға біздің хафиз қарилардың екінің бірі араб тілін меңгерген, аяттарды толыққанды түсінеді деп айта аламыз ба? Жалпы Құран жаттау кезінде араб тілін білу, араб тілін меңгеру бұл жаттауға пайдасын тигізеді. Өйткені сіз оқып тұрған кезде мағынасын түсініп тұрған болсаңыз, тез жатталады. Мына жерде мына қисса айтып жатыр, немесе мынандай үкім беріп жатыр деп, сіз мағынаны түсініп тұрасыз, аяттарға тез жалғап кетесіз. Сөздерді тез жаттап аласыз. Өйткені сіз мағынаны біліп тұрғаннан кейін, сіз не оқып тұрғанын түсініп тұрғаннан кейін тез жатталады. Ал қазіргі таңда қазақ еліндегі қариялардың баршасы екінің бірі араб тілін біледі деп айта алмаймыз. Көбісі білмейтіндер де бар, білетіндер де бар. Бірақ барлығы дерлік араб тілін біледі деп айта алмаймыз. Өйткені көбісі жас кезінде жаттағандар, арнайы медресеге барып тек қана санақпен жаттағандар да бар. Мағынасын біліп жаттағандар да өте сирек кездеседі қариялардың арасында, қазақ елінде. Енді қареке, мысалға бір адамды алайық, Құран жаттаған кезінде белгілі бір деңгейге дейін, кейіннен оқу барысымен, жұмыс, отбасылық мәселелермен тастап қойды делік. Қайтадан бастауға қиналады. Ол адамға не ұсынар едіңіз? Сол Құранды басынан қайтадан толық қайталап пісіру ма, әлде жалғастыра беріп, бұрын жаттағанның кейін қайтадан қайталау ма? Жалпы ол адам қазіргі деңгейіне қарау керек. Қазір қандай деңгейде жүр? Сол деңгейден бастаған дұрыс. Өйткені бұрынғы деңгейге, бұрынғы тоқтатқан кезіне қарамаған жақсы. Өйткені бұрын тоқтатқан кезінде егер сол жерден жалғайтын болса, ол адам артың жағы мүлдем пысып қалуы мүмкін, ұмытылып қалған болуы мүмкін. Сондықтан қазір деңгейде қарасын. Қазір қандай деңгейде тұр? Егер жақсы деңгейде, ұмытылмаған болса, жақсы деңгейде тұрған болса, сол жерден алып кетсе болады. Ал егер әлі арт жағы шала болып қалған, мүлдем пысық емес, мүлдем ұмытылып қалған болса, оны қайтадан басынан бастап, сол деңгейінде, қазір қандай деңгейде тұр, сол деңгейден бастаған дұрыс болады. Арт жағын бір пысықтап алып, бір қайталап алып, одан кейін барып жаңа бетте жаттаған жақсы. Өйткені ертең қияметке барғанда да біздің сұралатын нәрсе емес, ол жаттаған нәрсені сұраламыз. Жаттап, кейін ұмытып қалсақ, одан сұраламыз, есебін береміз. Ал егер мүлдем жаттамаған болсақ,
одан түсіре алмайды. Неге ұмыттың деген секілді түсіре алмайды нәрседен. Сондықтан арт жақта бір қайталап алып, бір пысықтап алып, көтеріп алып, содан кейін барып жаңа алға жылжып бастаған дұрыс болады деп ойлаймын. Машалла. Енді ұстаз, қиямет деп қалдыңыз. Қиямет қайымда хафиз Құран жаттаған адамдар ата-аналарына нұрдан тәж кигізеді, таққа отырғызады дейді. Сол жайында айтып кетсеңіз. Иә, Аллах Тағала Құран жаттаушыларға ерекше мән береді, ерекше рахым төгеді бар. Тіпті олар Құран жаттаушылардан бөлек әке-шешелеріне де сондай ұл тәрбиелеген үшін, сондай қыз тәрбиелеген үшін де әке-шешесіне де үлкен бір мейірім төгеді. Солардың бірін жаңа айтып өткендей, әке-шешесіне нұрдан да жарық болған тәж кигізеді деп келеді. Тіпті кейбір сөздерде риуаятта келтіреді, әке-шешесіне құрмет шапан кигізеді деп келеді, құрмет тәжін кигізеді, құрметті орындарға отырғызады деп келеді. Сондықтан Аллах Тағала өзінің кәләмін, өзінің сөзін Құран жаттағандарға ерекше рахымын, мейірім төгеді. Тіпті сол Құран жаттаған адамдарға да, егер сол Құранға сай өмір сүрген болса, амал еткен болса, Құранға лайықты өмір сүрген болса, ертең қияметте тозаққа кетіп бара жатқан адамдарға шафаат ету мүмкіндігі беріледі. Бір риуаятта 10 адам деп келеді, бір жерде де 70 адамға дейін шафаат етуге рұқсат етіледі деп келеді. Біз білеміз, ертең қияметке барғанда пайғамбарлар шафаат етеді, үлкен әулиелер шафаат етеді. Солармен қатар осы қасында қариларға да шафаат ету мүмкіндігі беріледі. Енді сонда мысалға ата-анасы бала шағасын маған нұрдан тәж кигізеді деп үміттеніп ынталандыру дұрыс деп санайсыз ба? Иә. Керемет, машалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран есіне оқы және жоғарыла деп келеді ғой қиямет қайымда. Оның дәрежесі енді жоғарылайды. Ол жерде қай жерге дейін жаттағанына байланысты ма, әлде қай аят, қай сүреге амал еткеніне өмірінде қолданды ма, соған байланысты ма? Сол жағынан айта кетсеңіз. Жалпы негізі біз айтып жатқан нәрсе, дәрежелердің беруі, әке-шеше нұрдан тәж кигізудің баршасы ол қиямет осы дүниеде Құранға қалай амал жасаса соған да қаралады. Егер Құранды оқып алып, керінше амал жасап жүрген болса, Құран ешқандай пайда бермей қалады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін ескертіп айтып өтті. Әл-Құран худжатун лак ау алейк дейді. Құран сенің пайдаңа құжат болуы мүмкін, немесе саған қаржы құжат болуы мүмкін деді. Егер бұл дүниеде қаншалық Құран оқып соған сай амал еткен болса, ол сол Құран адамды жәннатқа сүйрейтін болады. Ал егер Құран оқып алып, Құранда үкімдерді, бұйрықтарды орындамай керінше амал жасап жүрген болса, мысалы ретінде уәлаяқта бағдукум бағду дейді, бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар деген аят келеді. Сол аятты оқып тұрады да артында бір адамды ғайбаттап тұрған болса, жамандап тұрған болса, өсір айтып тұрған болса, бұл оқыған қаншалық көп Құран оқыған болса да, қияметте ешқандай пайда істемей қалады. Керісінше сол Құранды оқыған Құрандар адам тозаққа сүйрейтін болып қалады. Құдай сақтасын. Сондықтан бұл дүниеде сол Құранға қалай амал етті, осы өте маңызды. Яғни лима тақулуна ма ла тафалун деген бе? Соны. Бағана енді ұстаз мынандай мәселе айтып кеттік қой. Естіп, тыңдап, қайталау, жаттау деген мәселеде. Қазіргі таңда зағип жандар бар ғой. Брайль тәсілімен жаңағы саусақпен жүргізіп отырып жаттайды, тыңдап жаттайды. Енді бұл жерде ақидалық тұрғысында біз айта аламыз ба, сол кісілердің дәрежесі кәдімгідей көзі көретін Құранды жүзінен жаттаған қари хафиздардан дәрежесі қиямет қайымда жоғары болу ықтимал деген мәселе бар ма? Жалпы бұл жерде айтатын болсақ, пайғамбарымыз бір хадис келтіреді ғой. Құранды шебер оқитын адамдар, өте шебер, мықты оқитындар, кирам бәрр періштелермен тең дәрежеде болады деді. Ал Құран оқуда қиналған, ежіктегендер, олар екі есе сауап жазылады. Оқыған үшін және қиналған үшін сауап беріледі. Енді бұл жерде зағип жандарда, оларда оқып әрекет еткендер үшін де Аллах Тағала оларға да қосымша дәреже береді, сый береді. Қанша қиналды, көз көрмейді. Ал біздер секілді көз көретіндер бірден тез үйреніп алып жаттап алуы мүмкін, бірақ та оларға бөлек, қолмен ұстап сезіп үйренулері ол бөлек болады. Аллах Тағала оларға да бөлек дәреже береді. Машалла, керемет. Енді Қареке, бұл жерде бір фиқи сұрақ болса, мынандай мәселе тарокқа қатысты.
тарауықта имамдыққа жас бала, балиғатқа толмаған, намаз міндеттелмеген жас бала, бірақ Құранды жаттаған. Көпшілікке жамағат алдында имамдыққа шығып тарауық өткізу құпталған ба? Жалпы жас балаларды негізі парыз намаздарында емес, осы қосымша нәпіл намаздарда имамдыққа шығуға рұқсат етіледі. Бұл бізде тарауық намазы бізде нәпіл намаз. Сол себепті оларға рұқсат шығуға, артынан тұрып ұйығуға болады. Және ол кішкентай балалардың имамдыққа шығуы артынан тұрған жамағаттарға кей жағдайда мотивация болуы мүмкін. Кішкентай бала жаттайды, мен неге жаттамаймын деген секілді артынан жамағаттарға да бір мотивация ретінде болуы мүмкін. Сондықтан кішкентай балаларға жалпы фиқ тұрғысынан нәпіл намаздарына рұқсат етіледі шығуға. Машалла. Мысалға, сол тарауықта имамдыққа шықты, қари оқып жатып, бір аятты ұмытып қалды. Ол ары қарай жалғастырады ма, немесе артында лұқма беретін басқа қари жоқ. Кейіннен ол аятты өткізіп жіберіп ары қарай жалғастырып жібере ме, әлде рукуға кетуі абзал ма? Кейіннен сол ұмытылған аятын намаздан тыс бөлек оқып жіберу керек па, сол тұрғысында қалай болады? Жалпы бұл тарауық кезінде ұмытып қалған жағдайларда, қателескен жағдайларда, егер де намаз дұрыс болатындай мөлшерде Құран оқылған болса, жалпы біз білеміз, намаз дұрыс болу үшін ең аз дегенде 3 аят оқу керек, немесе 3 аятқа тең 1 аят оқу керек дейді. Егер сол деңгейден жеткілікті деңгей мөлшерде Құран оқылып болған болса, егер артта мүлдем лұқма беретін ешкім болмай жатқан болса, рухке барса болады. Рухке барған дұрыс. Одан екінші аятты еске түсіріп жатқан болса, содан бастап оқып кетсе болады. Немесе сол 2 ракат қысқа оқып бітіріп, артын бір қайталап алып, кейін келесі ракаттарда оқыса болады негізі. Ал егер де жалпы бізде фиқ мәселесіне тереңнен кіреді, қай кезде лұқма беруге болады, қай кезде болмайды деген секілді, қай кезде имам қабыл ету керек, қай кезде қабыл етпеу керек деген белгілі шарттары бар. Ол фиққа терең кіру керек болады. Жалпы негізі егер де қари жаңа белгілі мөлшерде оқылған болса, намаз дұрыс болатындай деңгейде оқып қойған болса, онда рүкүге барса болады. Машалла, керемет. Енді өзіңіз тарауыққа шыққансыз ғой. Осы тарауықта Құран оқып тұрған кезде аяттар қарилардың көз алдына елестеп тұрады ма, әлде тіл жаттанды болған соң оқып кетіле береді ма, сол жағы қалай негізі? Жалпы мен өз басымда тәжірибемді айтатын болсам, мен жаттаған кезде фото память айтады ғой, сол бетті суретке түсіріп алған секілді боламын. Сол Құран оқып тұрған кезде, намазға шыққан кезде көз жұмып, ол бетті көз алдымда тұрған секілді, сол беттен оқып тұрғандай боламын да. Сол әркімде бұл әрқалай негізі. Біреулер тек тілге салып болады. Тілге жаттап қалады, тіл өзі оқып кете береді автомат түрде. Ал біреулерде менің өзімде солай көз алдымда сурет қойып қойып, сол беттің сурет тұрады. Сол суретті қарап оқып тұрғандай болып тұрған. Машалла. Құран жаттамай тұрған Әділбек пен қазіргі таңдағы оң қырағат иесі Әділбектің айырмашылығы қандай дер едіңіз? Жалпы бұрынғы Әділбек пен қазіргі Әділбектің айырмашылығы дегенде өмірге деген көзқарасы өзгергендей болды. Жалпы бұл енді толыққанды өзгеріп кетті деп айта алмаймын. Жалпы біз алғашқы кезеңде мақсатымыз тек қана Құран жаттау, Құран бітіру еді, алғашқы кезде мақсат. Кейіннен сол мағынасын үйрене келе, ұстаздардың алдында отырып тәфсірін оқи келе, Құранның мағынасын түсінген сайын өзімізді тәрбиелеуге, сабырлыққа деген секілді үйрене бастадық. Жалпы Құран бізді тәрбиелей бастады. Және мен толыққанды өзгеріп кеттім, немесе толыққанды тәрбиелі болып кеттім деп айта алмаймын. Жалпы ол Құран бізге берілген өмірлік серік қой. Біз әр сәтімізде Құранмен өмір сүруге тырысамыз, әр сәтімізде Құранның үкімдерін алуға тырысамыз. Сол бұл үнемі өмірдің соңына дейін жалғасатын бір тәрбие, соңына дейін өзімізді өзгертуге, жақсы жаққа бұруға тырысатын бір мектеп бұл. Енді Қареке, осы Құран жаттау барысында өзіңізге қатты бір әсер еткен аят сүре бар ма? Маған бір қатты әсер ететіні әлі күнге дейін сол аят ерекше әсер етеді. Ол Хадид сүресінде келетін аят. Хадид. Әләм яъни лиллазина аману ан тахша қулубухум ли зикрилlah деп. Иман келтіргендердің Аллахты еске алып жүректері діріл қағатын уақыт келмеді ма деп. Осы аят әр оқыған сайын, тарауықта болсын, былай кезде оқыған сайын қатты әсерленемін осы аятқа. Мен шынымен аяттар оқып жүрмін, жаттап жүрмін. Шынымен де мен жүрегім дірілдеп жатыр ма, шынымен қорқып жатырмын ба деген секілді қатты бір уайым, қорқыныш сезім болады осы аятқа келген сайын. Өзіме бір қатты әсер еткен аят осы болды. Субханалла. Машалла. Енді блиц сұрақтар, Қареке, барынша тез жауап берсеңіз,
Құранды жаттау қиын ба, әлде қайталау ма? Құран жаттау қиын, сақтау одан да қиын. Машалла. Өзіңізге жаттауға ең қиын болған сүре? Жалпы мен жаттау кезінде көп қиналдым деп айта алмаймын. Өйткені адамда орыс тілінде айтқандай самовнушение бар, өзін сендіру. Мен баста сендірдім, Құран жеңіл, мен жаттаймын, қиналмаймын деп, солай тез жаттап өтіп кеттім. Сіз сүйіп тыңдайтын қари бар ма? Хусари, Миншауи деген қариларды көп тыңдаймын. Абдус Самат. Қариға ең қажет негізгі қасиет? Сабырлық деп ойлаймын. Сабырлық, машалла. Құран сіз үшін бір сөзбен айтқанда не? Өмірлік бағыт. Құранды бірнеше рет жаттап бастап қайта тастап кетіп, менен қары, хафиз шықпайды деп жүрген адамдарға не айтар едіңіз? Жалпы Құранды қанша бастап, қанша тоқтаса да, ол адамға қайдан түріп жалғастыруды ұсынар едік. Жалпы құлаған адам, тоқтап қалған адам, қайта бастаған адам жеңілген жоқ. Қашан болды, мен біттім, тоқтаймын деп шешім қабылдап, сол сәтте жеңілген болып табылады. Ол қашан тұрып жалғастыра берсе, ол тек үнемі күрес үстінде жүр деген сөз, ол жеңілген жоқ. Ол адам тоқтатпау керек, жалғастыра беру керек ол адам. Бүгінгі жастарға Құран үйренгісі келіп жүрген жалпы ағайын бауырларымызға баласын қарилық медреселерге бергісі келетін ата-аналарға қандай насихат айтар едіңіз? Жалпы Құранды үйрену, басқаға үйрету, соған амал ету, бұл өте үлкен бір нығмет. Және бала сағасының қари болуын қалайды ата-аналар да, бұл өте бір жақсы, үлкен құрметті амалдардың бірі. Сондықтан бұл кезінде мысалы қазақ елі дінімізден айырылып қала жаздадық. Содан кейін қайтадан осындай деңгейге келіп, балам қари болсын деп дінді қалауы, Құранды қалауы, бұл адамды қуантатындай бір жақсы амал деп ойлаймын. Сондықтан балаларымызды, өзімізде Құран жаттауға тырысуымыз керек. Бізде қазіргі таңда не бар? Мен балам қари болса екен деп көп ата-аналар армандайды. Бірақ неге өзі қари болмасқа деген. Кейде бұлай сыртқы көзбен бұлай қараған кезде бұл бір эгоистік сезім секілді көрініп қалады. Неге? Кейде біз жаңа айтамыз ғой, балаға қари болса әке-шешесіне нұрын тәж кигізеді деп. Енді балам қари болсын деп өзім тәж кисем нормал дейді. Бірақ неге сіздің әке-шешеңіз тәж кимеу керек? Неге саған киіп, сіз неге кигізбейсіз әке-шешеңіз деген сөз келеді. Сондықтан тек қана балам ғана емес, өзім де қари болайын, мен де әке-шешеме тәж кигізейін деген бір, сол да бір арман болса деген осы нәрсені ұсынар едім бүкіл адамдарға. Керемет, Алла разы болсын. Ұстаз, енді бүгінгі рухани әңгімемізден бір негізгі ой түйіп кетсе екен деп қандай ойды айтар едіңіз? Осы Құранды үйренсем, соған сай амал етсем, және өзгеге үйретсем деген бір ой түйіп кетсе адамдар. Керемет. Әділбек ұстаз, бүгін уақыт бөліп келгеніңізге, Құран жаттау жолыңызбен бөлісіп, оң қырағат іліміне қатысты керемет ақпараттармен бөлісіп жатқаныңызға рахмет, Алла разы болсын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі рухани әңгімеміз өз мәресіне жетті. Баршаларыңызға көрген, тыңдаған Алла разы болсын. Егер де өзіңіздің Құран жаттағысы келіп жүрген жақындарыңыз болса, осы подкастпен бөлісе кетіңіздер. Құран жаттауға қатысты сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазып, бізге тіркеле кетіңіз. Алла Тағала баршаларымыздың ілімімізді арттырып, қиямет қайымдағы мақамымызды жоғарылатсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.